Өтірік айту денсаулыққа зиян. Бұл ғылыми факт. Адам өтірікті аз айтқан сайын өзін физикалық және моральды тұрғыда жақсы сезінеді. Ал кезекті өтірікті ойлап табу кезінде ағзаға не болады? Күйзеліс гормондарының деңгейі жоғарылайды. Болмаған оқиғаларды, оларды құрастыру, егжей-тегжейлі есте сақтау қиын соғады. Оның үстіне кімге қандай не өтірік айтқанын ұмытпау, шатаспау керек. Өтірігінді біліп қоймасын деп уайымдау да бар. Соның нәтижесінде ішкі жайсыздық туады. Ол бүйректің безінің қанға күйзеліс гормонының шығуына әкеледі. Ауырып қалу қаупі жоғарылайды. Күйзеліс нақты физиологиялық процесс. Қанға күйзеліс гормоны мен адреналин тастаған кезде ағза иммунитеті реакцияға сөндіріп тастайды. Бұл қалыпты жағдай. Бірақ егер күйзеліс созылмалы болып кетсе, ағзаның ауруларға деген қарсылығы әлсізденеді. Әрдайым уайымдағаннан иммунитет жүйесі бактерияларға, вирустарға, тіпті қатерлі жасушаларға да әсер ете бастайды. Ағза әлсірейді. Өтірік ағзаға залда жаттығу секілді салмақ түседі. Бірақ өтіріктің денсаулыққа, дене пішіне ешқандай пайдасы жоқ. Өтірік көбейген сайын күш көбірек жоғалтады. Ешқашан өтірік сөйлемеңіз. Сіздің бір тамшы өтірігіңіз теңіздей сенімділікті жоғалтады.